Сәлеметсіздер ме, сүйікті менің көрермендерім. Менің есімім Олжас Лесбекқызы, кардиолог, диагноз дәрігерімін. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз синусоид брадикардия. Кардиологияда, аритмологияда көптен бір кездесетін тақырыптың бірі бұл синусоид брадикардия. Жүректің жиілігінің жай соғуы, яғни төмен соғуы. Жүректің жиілігінің азаюының нәтижесінде пайда болатын аритмияның бір түрі. Қалыпты жағдайда минутына жүректің соғу жиілігі 60 пен 90-ның аралығында болса, синусоид брадикардияда жүру жиілігі 40 пен 60 рет минутына болады. Осындай 40 пен 60-ның аралығындағы егер пульс кездессе, яғни сізде синусоид брадикардия бар деген сөз. Бұл физиологиялық жағдайда да кездеседі, қалыпты жағдайда да кездеседі, және патологиялық жағдайда да кездеседі. Қазір осыларды нақты айтып беремін. Бүгінгі ақпаратым сіздерге пайдалы болады деген үміттемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып, комментарийге өзіңізге мазалап жүрген сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Тақырыпқа байланысты сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Ал кеттік, бастаймыз. Синусоид брадикардия физиологиялық жағдайда кездеседі және патологиялық. Физиологиялық жағдайларда қандай жағдайда кездеседі? Бірінші, пациент туа пайда болуы мүмкін. Синусоид брадикардиямен туылып, ол ешқандай шағым айтпауы мүмкін. Тек қана ЭКГ-да, скрининговый тексерілістер кезінде ғана жүрегінің жай соққанын байқауға болады. Ал бұлай қалыпты жағдайда ешқандай шағымданбайды. Жүрек ауырғанын да сезбейді, жүрегінің пульсінің төмендегенін де байқамайды. Тек қана пульсті санаған кезде немесе жүрегін ЭКГ-ге түсірген кезде ғана осындай синусоид брадикардия бар екені анықталып жатады. Бұл қалыпты жағдай, сондықтан ешқандай шағым болмаса, уайымдаудың қажеті жоқ. Екінші жағдай, ол синусоид брадикардияның тағы бір физиологиялық жағдайы, ол адам ұйықтаған кезде. Адам ұйықтаған кезде пульсы төмендейді. Жүрек жай соғып демалады. Ұйықтаған кезде жүректің жиілігінің төмен болғанын көп науқастар байқайды, сондықтан оныдан да уайымдаудың қажеті жоқ. Үшінші жағдай, ол да физиологиялық жағдай болып есептеледі. Ол кәсіби спортшыларда жүректің жиілігінің жай соққаны, жүректің жиілігінің азайғанын байқаймыз. Науқастар ішіндегі спортшылар келіп жатады, сол жерде пульсінің төмен екенін өзімде байқап жатамын. Ол да қалыпты жағдай болып есептеледі. Спортпен айналысқанда жүрек шынығады. Осының әсерінен ребладилирование болады, қайта құрылым пайда болады. Жүректің жиілігі азаяды. Осы жай соғу арқылы қанды айдау жүрекке ыңғайлы болады. Кейбір спортшыларда гипертрофия миокарда болады. Бұл қалыпты жағдай болып есептеледі. Патологиялық синусоид брадикардия туралы айтып беремін. Патологиялық синусоид брадикардия ол жүрек ақауларынан болады, немесе жүректен тыс ақаулардан болып бөлінеді. Жүректен болатын ақаулары, мысалы, жүрек ауруларының бірі инфаркт. Жүрек инфарктынан кейін белгілі бір локализацияларында инфаркт болған жағдайда жүрек жай соғуы мүмкін. Сондықтан бұл жерде инфарктты емдейміз. Екінші жүрек ауруларының бірі ол блокадалар. Авоблокада, синаториальный узелдағы блокадалар бар. Жалпы айтқанда блокадалардың кесірінен жүрек жай соғады. Жүректен тыс ақауларда синусоид брадикардия кездеседі, әсіресе қалқанша безінің ауруларында. Қалқанша безінің гипоплазиясы, яғни функциясының төмендеген кезде де жүрек жай соға бастайды. Бұндай кезде қалқанша безін емдеуіміз керек болады. Тағы бір жағдай, ол микроэлементтердің жетіспеушілігінде. Яғни микроэлементтердің жетіспеушілігі кезінде калций жетіспеген кезде де синусоид брадикардия болады. Бұл патологиялық жағдай болғандықтан негізгі жетіспеушілікті емдейтін болсақ, онда жүректің соғу жиілігі қалпына келеді. Дене массасының жетіспеушілігінде бұл анорексия деп аталады. Бұл жағдайда да жүректің соғу жиілігі азаяды. Патологиялық синусоид брадикардияның
тағы бір себептерінің бірі ол препараттарды артық мөлшерде пайдалануда, яғни препараттардың передозировкасында жиі кездеседі. Препараттар бета-адреноблокаторлар, жүрек гликозидтері, осындай препараттарды дұрыс емес пайдаланған жағдайда, артық пайдаланған жағдайда патологиялық синусты брадикардия пайда болады. Патологиялық синусты брадикардиядағы кездесетін симптомдар ол бас айналуы мүмкін, көздің қарауытуы мүмкін, естен тану алды жағдайлар болуы мүмкін, әлсіздік. Осындай симптомдардың бірі кездессе, міндетті түрде кардиологтың кеңесіне жазылып, қай қалада болсаңыздар да, қай жерде жүрсеңіздер, кардиологтың консультациясын алып, қаралып, өз денсаулықтарыңызға мұқият болыңыздар. Менің видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода кездескенше.